7-8 әйел жиында отырады ғой. Сөйтіп, соның біреуі айтады ғой. Қыздар, мен күйеуіммен ажырасқым келіп жүр дейді ғой. Сөйтіп, қасындағы отырған жалт қаратты да, не болды саған? Сен құтырған екенсің. Не үшін ажырасасың ал? Личный самолетпен ұшып жүргенің үшін ба? Үйіңде поварың бар, балаларың частный мектептерге барады. Жаңағы водителің бар, бизнесің бар, астында джип. Не керек саған? Бүкіл жағдайын істеп отырған адамнан айырылуға бола ма дейді да? Не болды? Не үшін айтшы енді деп қызық болып тұрған да оларға. Ой, менің күйеуім қатты маған дым көңіл бөлмейді дейді ғой. Ой, құтырмашы сен дейді. Мен айтып берейін ба проблемам дейді. Күні түні жұмыс істеймін есек сияқты. Ол да жұмыс істейді. Екеуміз үй көрмейміз, бала көрмейміз. Үйдің бүкіл расходы 50-50 екеуміздің мойнымызда. Сол менің күйеуім де маған көңіл бөлмейді, гүл бермейді, кафеге бармаймыз. Менің проблемам осы. Сенің проблема емес қой, айналайын-ау. Жұмыс істеп атқан жоқсың дейді. Оған қарап отырған үшінші әйел айтады ғой. Ой, айтады екенсіңдер сендер, қызық екенсіңдер. Біреуің күйеуің бай, екіншінің күйеуларын 50-50 тауып жатыр ғой әйтеуір. Мен күйеуім таппайды, жатыр үйде. Дым да таппайды дейді. Дым таппай диванда жатыр, мен тапқанымды ішіп жеп жатыр дейді. Я балдарға көмектеспейді. Бәрі өзім арқаланып жүрген қу дүние дейді. Оған қарап отырған төртінші әйел тұрады да. Ой, сендер де айтады екенсіңдер. Жоқ жерден проблема шығар. Проблема деп менікін айтады. Менің күйеуім ақша таппайды, ештеңеге көмектеспейді, еще плюс ұрып соғады, ішеді. Мен тапқанымды далаға шашады. Проблема деп осыны айт дейді. Амалым жоқ, балдарымның әкесі бүтін семья болсын деп шыдап жүрмін дейді. Оған қарап отырады да, бір әйел айтады. Бесінші ма отырады да, ма қыздар, мен де күйеуіме көңілім толмай жүр. Көшеге шықсақ болды, әркімге жырқылдайды, әр қызға қарайды, қысқа юбканың бәрін жаңағыдай жібермейді, қарап өтеді. Мен жаман бір түрлі болам. Мен де ажырасқым келеді дейді. Сөйтсе қасында отырған әйел айтты. Сен де айтады екенсің. Сендердің проблемаларың бір түрлі екен. Менің күйеуім открыто дейді, изменяет дейді. Измена жасайды кәдімгідей открыто. Жүреді қалада. Мен білем дейді қаяқта жүретін. Кіммен жүргенін де білем. Бірақ балаларымның әкесі ғой. Бүтін жанұя болайық деп, соны кешіріп, соны күтіп үйде отырам дейді. Тастап кетпесе болды деп үйде күтіп отырам дейді. Вот проблема деп осыны айт дейді. Сендердің күйеулерің измена жасап атқан жоқ қой. Оның қасында, менің проблемам қасында, сендердің проблемаларың әшейін ғой. Жоқ жерден бірдеңе шығармай отырыңдаршы. Жақсы күйеуден айырылмай деп сөйлейді ғой. Соңында бір құста, ең құста бір 8-ші ма 7-ші әйел отырады ғой. Қарап бәріне, мә қыздар, сендер де айтады екенсіңдер. Проблема деп менікін айт дейді. Саған не болды десе, жасым 50-ге келіп қалды дейді. Кезінде таңдау болатын еді дейді. Күйеуінен ажырасып кеткен ғой. Осындай бір фигня үшін ажырасып кеткен ғой енді. Қазір дейді, күйеуім жоқ дейді. Балдарым өсті дейді. Қасымда ақша таппаса да, бір әйтеуір арқа сүйер еркек болса екен депті. Сонда біреу айтты, ана бай әйел айтыпты. Арқа сүйет деп айтпашы дейді да. Ол ақша таппайтын еркек арқа сүйер деп айтпайды ғой дейді да. Ол айтады, былай басқаша айтайын депті. Ақша таппаса да, қасымда менің айтқан сөзімді тыңдап, әңгімеме құлақ салып, әйтеуір мен іздейтін адам болса депті. Сонда бәрі анаған қарап қапты. Қу дүние екен ғой, құр проблема жоқта проблема тауып, біреудің проблемасы біреуге айдай болып көрінеді. Сол ғой. Бәрі әйтеуір бір кем дүние да, бір ырза болмай жүреміз ғой, бір андай шүкір, Аллаға шүкір. Осындай қандай қасында еркегім бар, қандай деп, қандай болмаса да балдарым әкесі деген жоқ. Бір недовольство көрсетіп жүреміз, вечно әйтеуір. Біреуге қарап жүреміз. Біреудің қорасына қарайсың, біреудің ананың еркегі андай екен, сен неге маған бүйтпейсің, сен неге сөйтпейсің деп. Неміз бар да, біреудің жанұясында неміз бар. Біз білмейміз ғой, ол сырт көзге әдемі болып көрінеді оболочка. На самом деле менің өзім жанұям күшті болып тұр екен оның қасында, олардың қасында. Бүйтіп салыстырып қарасақ та, салыстырмалы түрде қарағанда, гүл бермеді, бүйтпейді, маған күліп қарамады, бүйтпейді, настроение бұзды. Ұрып соғып атпаса болды. Бірақ ұрып соғып атқанның өзі жүр ғой мысалға. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздерде қандай проблема бар?